Сәлем достар, сіздермен бірге Дәміткен. Бүгін тәтті тоқаш рецептісімен бөлісетін боламын. Салмасына шоколад және изюм қолдандым. Дәмі өте керемет, тәтті болып шығады. Алдыңғы уақытта да әлі де көп рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан да менің арнама тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Және де видео рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Қамырын дайындауын бастаймыз. Ол үшін жылы сүт, су, күнбағыс май және жұмыртқаның ақуызын, содан соң қантты қосатын боламыз. Қантты мен аз мөлшерде қостым. Сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша шамалы көптеуді қосуыңызға болады. Тұз, куркума және дрожжи қосып, осының барлығын жақсылап венчикпен біркелкі масы болғанша дейін араластырып аламыз. Содан соң 3-4 стақандай ұн қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды жылы жерге 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырды 7 бөлікке бөліп, салмасына шоколадты таңдадым. Сіздер өздеріңіз қалауыңыз бойынша басқа да салманы қосуыңызға болады. Бетіне изюм және сары уызды жағып шығамыз. Содан соң 180-195 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минутқа қоямыз. Мінекей біздің тәтті тоқаштарымыз дайын болды. Куркума қосқандықтан сап-сары әдемі болып шығады. Видео рецепт ұнаған болса, арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Дәміткен.